Көрдіңіздер ма? Сондықтан мына тұрып мешітке барған кезде шығып кете беретін бауырлар, камера қайты мешітте шығып кете беретін бауырлар, шығып кете бермеңіздер, сізге ілім бермейді Алла тағала. Тікелей эфирге айттым камераға. Осыны қиып саларсыз иншалла. Мешіттен шығып кете беретіндерге деп. Тақырыбы мощный қылып жазасыз қандай қылып, шок деп жазыңыз да астына. Так, міне сол құрметті жамағат, арайт, берайт, міне жастар көп, Аллаға шүкір. Жастар, құрметті жастар, білім алыңыздар. Әке шешеңізге тәж кигізіңіз ертең Алланың алдында. Мақтан, дүниеде балам ғалым деп мақтансын. Алланың алдында тәж киген кезде бүкіл адамзаттың алдында мақтансын ертең. Көрдіңіз ба? Құрметті үлкен кісілер, сіздер де ілім алыңыздар. Бедейт бір аға айтады. Осы біреуге сырыңды айтпа деп имамға. Бір аға айтады. Баламды осы Құдай қаласа тәж кием ба деп жатырмын дейді. Кішкентай қалды Құран жаттауға дейді. Ертең жаттап бітсе, сол тәж киеміз ба деп отырық деп қояды. Мына жағымда тілден шұңған бір братан отырады дейді ғой. Аға, эгоист екенсің жаман дейді да. Неге? Өзің тәж киіп аласың дейді да ертең. Сені дүниеге әкелген әке шешең кимей тұрады дейді да ана жерде. Неге сен өзің жаттамай жүрсің дейді. Көрдіңіз ба? Сондаймыз ғой. Мен баламды бүйтем, балаңа лақтыра бересің бәрін ше. Балам ше, өзің ше. Өзің ше. Неге оқымайсың өзің? Сенің де әке шешең қуансын да, сені дүниеге әкелгеніне тәж кисін да ертең Алланың алдында. Келема қолдан келеді ғой. Жасым үлкейіп кеткен деп не қыла береміз біз? Жасым үлкейіп кеткен деп. Бұл әшейін не ғой? Отмазка дейді ғой былайша айтқанда. Жасым үлкейіп кеткен деген нәрсе болмайды, ол сылтауы ол әшейін. Үлкен ұстазға сұрақ қойып жатыр ана. Жасы үлкен кісі ғой, сол сұрақ қойып отқан кісі. Құтылып кетем ба деп өзінің ішіне қылып отыр ғой. Енді біз мына ұстаз балам, біз тіліміз келмейді енді мынау. Ми деген жаттай алмайды деп жатыр, жаңа үлкен кісі сұрақ қойып жатыр. Есте сақтау қабілет жоқ бізде дейді. Сонымен жаңа ұстаз айтты ғой. Енді жаңа ұстаздың айтқан айтып отырмын, маған неғып ренжіп жүрмеңіздер үлкендер. Просто оқиғаны айтып жатырмын. Аға дейді, адамдарды өсектеп жатқан кезде дейді, аттары бар ғой, точно түсіп жатса дейді есіңе, онда ілім алу сізге парыз екен дейді. Көрдіңіз ба? Егер де біреуді жамандап жатқан кезде атынан шатасып жатсаң дейді, Базарбайды, Балтабай деп, онда қоя салыңыз ата деп жатыр. Көрдіңіз ба? Соған дейін ілім алу не екен демек? Парыз екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин деген. Мұсылман әйелге де, ерге де білім алу парыз деген. Ане көрдіңіздер ма? Шамаң жеткенше ілім үйрет. Мына мешітке келіп жүрген жамағат, тым болмаса 40 парызыңды жаттап ал. Жаназасын, дұғасын жаттап ал. Дұрыс па? Азанның дұғасын жаттап ал. Дәретті не бұзады, не бұзбайды, ғұсылды не бұзады, не бұзбайды, хайыз деген не, нифас деген не, бәрін жаттап ал. Көрдіңіз ба? Құранды бетіне қарап оқыңыз, бетіне қарап. Не бір рамазандар Құранның бетіне қарап оқылмай өтіп кетіп жатыр, рамазандар. Азаннан кешке дейін жатырсың телед, ана телесериал жинап қоятындар бар кәдімгідей. Потокпен рамазанға отпуск алып жатырмын дейді, қуанып кетесің машалла. Енді Құранды оқисың, жоқ, сериалдар жинақ қойдым дейді. Бригада, мынақта брат деген кинолар жинақ қойған, соны былай рамазанда көріп жатам дейді, кешке ауызашарға дейін. Не рамазан ол? Телесериал деп аталады, ол рамазан деп аталмайды. Телесериал айы деп атаймыз оны. Өзі рамазан құрметтелді, Құранмен құрметтелді. Құранмен құрметтелген айда Құран оқымасаңыз, не деп айтасыз ертең Құдайға, не деп айтасыз? Біз енді оқи алмадық деп айтасыз. Қандай сылтау бар білмеймін мен айтатын ше. Өзімде сылтау жоқ айту, соны білемін. Қол тимейді деп айтасыз ба әлде тиктоктан неден? Жоқ, ешқандай сылтау жоқ. Ешқандай үзір жоқ. Міне құрметті жамағат, сол ілім парыз, жастар құрметті
миың істеп тұрған кезде миыңды тиктокқа құрта берме. Телефон мынау бір күн келеді ертең, екі көзіңнен қалай айырылып қалғаныңды білмей қаласың. Көзіңді ағызып жібереді, мынау бар ғой, көзіңді ағызып жібереді телефон. Көзің ағып қалмай тұрған кезде, көзің аққаннан кейін өкінесің. Әкем айтқан кезде Құран оқи салу керек еді деп. Көзің ақпай тұрып оқы осы тұрғанда. Білесіздер ғой, көзі ағып, қанталап кетіп жатқан балаларды білесіздер ме қазір? Интернетте бәрі шығып жатыр ғой. Неден? Телефоннан. Бұл сенің жақсылығың емес, бұл сенің. Жастарға айтып жатырмын. Енді үлкендер шаруамен немен хабарласады ғой. Сен кімге не хабарласып жатсың? Қандай шаруаң басында жүрсің? Бір-біріңе прикол жіберіп, азаннан қара кешке дейін. Болмайды ол. Жас өміріңді олай бұзба, бауырым. Жас өміріңді ілімге арна, өкінбейсің иншалла. Өмір бақи қуанып өтесің. Саған қарап біз қуанамыз. Ай, машалла, бая Түркістандағы уағыздан кейін мықты себеп болып, әсер алып, осы жігіт оқуға түсіп кеткен екен ғой деп біз қуанамыз ан жақта. Айдалада, аралда жүріп мен қуанамын. Шөлдің ортасында жатып. Көрдіңіз ба? Сондай болайық, бауырлар. Оқыңыздар, жаз деген каникул міне. Қол бос 24 сағат. Қаңғып мына көшеде керуен сарайда не болып жатыр екен деп, ештеңе болып жатқан жоқ, бәрі келіп кетіп жатыр өзінің шаруасымен. Өзің оқуыңды оқи бер өзің. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында мынау пайғамбарымыз Мединаға көшті ғой, Меккеден. Неше жасында көшті? 49 ба? 41-де дейді. Өте дұрыс емес. 53 жасында көшкен. Жаттап алдың ғой, 53 деп айтасың, келесіде иншалла. 53 жасында көшті Мәдинаға. Сол Мәдинаға барғаннан кейін арада 3 жыл уақыт өтті. Көрдіңіз ба? Мұсылмандар кемелденіп жатыр. Мекке мен Мәдинаның арасында жол бар деген сияқты. Сахабалар сол екі жолда жүріп жүр ғой енді былай да былай. Бір күні сол Мекке мен Мәдинаның ортасында ауылға кіреді сахабалар, аттарын суарып алайық деп. Сол кезде бір бала келеді, жандарына 16 жасар бала екен, аты Абдул Узза деген бала екен, бала, жас бала. Сөйтіп сахабалардың жанына келеді, аналардың бүйтіп, кішкентай бала ғой енді 16 жасар бала. Аттың үстіндегілерге бүйтіп қарап тұрады ғой. Аналардың әңгімесін тыңдап тұр дейді да, бір күшті әңгімелер айтып жатыр. Ана рухани әңгімелер күшті ғой, дұрыс па? Рахаттанып қаласың ғой рухани әңгіме. Өсек тыңдасаң жүрегің ауырып жаман болып шығасың ше. Рахаттанып шығасың. Сонымен жаңа жігіт рахаттанып қалады ғой. Сонымен сендер қандай дін бұл ұстанып жатқандарың десе, ислам діні деп айтады ше. Алланың елшісі келді, соңғы заманның пайғамбары келді, қазір Меккеден Мәдинаға көшті ол кісі дейді. Сол жақта ислам мемлекеті құрылып жатыр деп айтады ғой енді. Сөйтеді, маған діндеріңнен үйретіңдерші дейді ғой. Ане, көрдіңіз ба? Маған діндеріңнен үйретіңдерші дейді. Папа, маған iPhone 11 алып берші деп айтпаған екен да. Сонымен кеттік жүр дейді ғой. Бұл көкесінен қашып шығады. Бұл бала жетім бала екен сөйтсе. Көкесі бар екен, көкесі жаман, жауыз екен бар ғой ананың ше. Аямай жұмысқа жегеді екен. Сөйтіп ана бала тығылып шығып, сахабалардың жанында 13 километрге дейін Құран жаттайтын болған дейді, жаяу барып ше. Сахабалар аттың үстінде жаяу, ана балаға ауыз-ауыз істететін болған дейді. Құран жаттататын болған дейді, ал. 13 километр. Құран жаттайтын бар ма 13 километр жүріп? 400 метрдегі мешітке келіп сабақ алмайсың ғой, 400 метр тұрған қасында. Сонда жаңағы бала 13 километр жүгіріп барады, сабақ алып келеді, кешке жүгіріп қайтады дейді ана. Көкесі біліп қоймау керек қой өйткені. Көрдіңіз ба? Қорада мал бар, не бар? Жүгіріп қайтады. Келесі сахабалар келеді ғой, дәл солай кетіп қалады екен ше. Ана Құранды жаттағай береді, іші толады ғой иманы, Құран білім тасиды ғой, қамыр сияқты ашқан ше. Тасыған кезде сыймай айтады анау. Бір күні көкесіне келіп айтады, көке, мен мұсылман болдым дейді ғой. Әкенің сенің деген аямай ұрады ананы бар ғой. Біліп қойды да уже пайғамбарымызға ілескен. Бұл біледі ғой көкесі үлкендер ғой. Мұхаммед пайғамбардың келгені. Аямай ұрады да осы уақытқа дейінгі берген ақшам бәрін әкел. Айлықтарын бәрін қайтар. Сенің үстіңдегі киімің де өзіңдікі емес деп, киімнің үстіндегі сыпырып алады ананың ше. Тыр жалаңаш бар ғой, дым жоқ үстінде. Тыр жалаңаш 16 жасар баланы теуіп ауылдан қуып кет бар құры дейді. Мәдинамен екі орта 201 деңге шақырым екен ше. Сонда ана бала түннің ішінде қалтырап дірілдеп отқан кезде ауылдан тығылып шығып шешесі шықты дейді жаңа баланы.
Шешесі шығып, балаға үстіндегі көйлегінің жартысын жыртып, орамалын жыртып бүйтіп, үстіне екі орап беріп, мына үстіңе орап ал, мынаны астыңа орап ал, әуретің жауып ал деп, баланы жолың болсын дейді ғой. Қайыққа баратыр енді бала? Мәдинаға қарай кетіп бара жатыр. Көрдіңіздер ма? Ойлаңыз, сіз мына Түркістаннан шәуілдерге кешкісін бар десе бар ғой, духың тұрмайды мына жерге. Ойбай, мен жындардан қорқам, мен бәледен қорқам деп. Ойбай, бірдеңе алып кетпей ме екен мен деп. Дұрыс па? 50 километр жер мынау. 60 километр ме екен, ары кетсе. Бара алмайсың. 16 жасар бала бара алмайды. 16 жасар бала далаға туалетке шыға алмайды. Үйдің ішіне істеп қойғанбыз туалеттің бәрін. Сондай қорқақ қазір. Ана баланы қара. Ілімге кетіп баратыр, ілімге. Түн қара. Қолыңда 1 теңге жоқ, 1 теңге жоқ қолыңда. Сыпырып алған дым жоқ. Үстіңде 2 мата. Шақырайған күн, қараңғы түн салқын. 250-дей шақырым. Ойлаңыз, қанша уақыт жүресің? Шамамен 60 күндей жүреді екен, жаяу жүргінші адам. 50 күн бе? Сонда 50 күн ояқ-бояқ 40 пен 60-тың арасында. Ал не жейсің жолда, не жейсің? Шөп жейсің да, мал жеген шөпті жейсің. Сосын жолда құдық болса су ішесің, болмаса кете бересің ал. Сөйтіп отырып Мәдинаға жетті дейді жаңағы жігіт. 16 жасар бала Мәдинаға жетсе, тура таң намазының уақыты болып жатыр екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таң намазын оқып, шығып келе жатса, жаңа бала отыр, үстіне 2 мата орап алған жаңа бала. Ей, сен кімсің десе, мен Абдул-Уzzамын деп айтады дейді. Абдул-Узза деген Ұззаның құлы деген. Ұзза деген Меккедегі қолдан жасалған мүсіннің аты, пұт қой, пұт. Пұттың құлымын деп жатыр ғой былайша айтқанда. Жоқ, адам Ұззаның құлы болмайды, адам Алланың құлы болады. Сенің атың Абдулла болсын дейді пайғамбар саллаллаху алейхи. Ана бала қуанып кетеді ғой, атыңды пайғамбар қойып беріп жатса қуанбай не істейсің? Өзі қанша жыл соны күтіп келіп тұр ғой ол, сағынып пайғамбарды. Сен Абдулла Зүлбижадайнсың дейді да, 2 мата оранған Абдулласың дейді да. Қане менімен бірге жүріп отыр дейді. Анау тұрған кезде мына жақтан Омар атып тұрады ғой. Әлі білмейді ғой кім екен. Пайғамбарымызды қорғау үшін атып тұрады да Омар радиаллаху анху. Сөйтіп бүйтіп қарап келе жатыр ғой, енді кім не істейді деген сияқты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алға қарай шығып кетті, Омар артында кетіп бара жатыр, мынау артында келе жатыр. Аллаху акбар деп қояды дейді. Субханаллах, ла илаха иллаллах деп айтады дейді бала. Айқайлап келе жатыр мешіттің ішінде. Құраннан аяттар оқып қояды дейді. Уәш-шамси ва духаха деп. Уәл қамари иза тал. Дауысын айқайлап шығарады дейді бала. Сонда Омар радиаллаху анху пайғамбарымыздан түртетті. Алланың елшісі мынау не пәлем, мұнафық па немене мынау? Не ойбайлап келді, Аллаху акбар деген сияқты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады дейді. Омар, үндеме. Бұл Алланы қатты еске алатын жігіт дейді, ішіне сыймай жатыр дейді. Көрдіңіз ба? Алланы қатты зікір етеді. Ілімге кеткен жігіт деп тұр ғой. Осылайша пайғамбарымыздың мешітінде 6 жыл өмір сүрді дейді ғой. Бүкіл осы уақытқа дейінгі болған исламның ілімдері бар ғой, соның бәрін бұлай жұтты дейді ғой бүйтіп. Ішкен жоқ бұлай жұтты. Ішті ма түріп күтіп қойып. В общем, бұлақтың басынан ішті ғой. Бұлақтың басы деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан тікелей ілім алды ғой анау. Жаңағы жап-жас бала. Міне арада 6 жыл өтті, жасы нешеге толды? 22-ге толды ғой. 22-ден 23-ге қараған шағында жаңағы жап-жас жігіт Табук деген шайқасына шығады. Табук деген Рим империясымен болған шайқас, Византиямен. Ең ауыр шайқас тарихтағы. Сол Табук шайқасына шығайын деп атқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келеді айтады. Алланың елшісі маған бір бата қылыңызшы дейді да, мен осы соғыста шахид болып кетейін дейді. Ана қараңыздар. Мына дүние вообще қызық емес болып қалған ғой адамға. Кіммен кездескісі келіп жатыр? Раббысымен кездескісі келіп жатыр да. Біліп тұр өзі, уверенный да, дайын болған кезде кездескің келеді да. Біз дайын емес болғаннан қашып жүресің ғой. Ой деп ойбай неғып кетпейін деп. Ол дайын, уверенный өзіне. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады: "Мен ахабба лиқа Аллах, ахаббаллаху лиқааху" дейді. Кім Алламен кездесуді сағынып, ғашық болып асығып күтсе, Алла да оны күтеді дейді, рахымын жайып дейді ғой. "Мен кариха лиқа Аллах, карихаллаху лиқааху" дейді. Кім Алламен кездесуді ойбай жек көріп күтпесе дейді. Кім жек көреді өзі? Алланың айтқанын істемейтін адамға кездескісі келмейтін. Істемейтін адам кездескісі келмейді ғой, ойбай қашып жүреді. Ары бері.
Мән кариха лиқа, кім Алламен кездескісі келмейді, Алла онымен мүлдем кездескісі келмейді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Дұрыс қарсы алмайды деп жатыр ғой оны. Көрдіңіз бе? Мынаның жүрегі кетіп қалған Аллаға. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Раббым Абдулланың қанын мүшриктерге харам қыл деп айтады, кәпірлерге. Ау менде жіберді ғой енді. Сонымен Абдулла айтады, я Расулалла, сен шахид бол деп айтпадың ғой деп айтады дейді. Чотан біз шахид болғымыз келіп жатыр деген сияқты. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ей Абдулла, адам шахид болу үшін соғыста мертігі болуы міндетті емес дейді. Адам жәннати болу үшін Меккеде өмір сүру міндетті емес деген сияқты. Адам қызуы көтеріліп температурамен өлсе де шахид болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Айтқандай ақ қой, барат Византия империясы соғысқа келмей қалады ар жақтан. Пәленбай 1,5-2 ай 3 ай күтеді, келмейді, содан кейін қайтады. Жолда қайтып келе жатқан кезде жаңағы Абдулла таң намазының алдында ауырады ғой, қатты ауырады. Сөйтсе бұның температурасы көтеріліп кеткен екен ше. Ана ауру температурасы сандырақтайсың, білесіздер ғой, температура деген жаман қатты ауру. Аурудың жақсы жоқ. Аурудың жақсы жағы кім айтады ғой, бір ағамыз. Қотыр деп ше, қассаң қаси бергің келеді деп. Ол да жаман бірақ. Соқсап жаңағы температура деген анау сандырақтап атады, бір кезде қайтыс болады жаңағы сахаба. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хабар жеткен кезде пайғамбарымыз айтады, Абу Бәкір, Абдулла ибн Масғуд екеуі де ұлы сахабалар. Екеуі де тақуа, ғалым сахабалар. Екеуің барып қабірін қазыңдар дейді. Екеуі қабірін қазуға кетеді. Ең мықты екі сахаба қабірін қазып не дейсің ал? Бізде не дейді? Бір жарты берде кімге қаздыра бер дейді ана қабірді. Гөр қазушыларға. Бір жарты бер, 2000 теңге бер, бір жарты қолына ұстатып жіберсең болды, өзі қазып араққа тойып алып қазып тастайды дейді. Айналайын, ана бейшара мәйітке обал ғой ертең. Көрдіңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бекерден бекер істеп жатқан жоқ қой, мына ізгі кісілерге қаздырып жатыр ғой қабірін. Ана екеуі қазды дейді ғой қабірін. Сөйтіп дайын болған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келді де жаназа оқыды дейді жаңағы жігітке, Абдуллаға, 22 жасар жігіт. Сөйтті де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бетіп дұға қылды дейді, Раббым, біз Абдулла Зүлбейжадайынға разымыз деп айтады дейді. Ал сен де разы болып күтіп алшы деп айтады дейді. Кетті ғой. Пайғамбарымыздың дұғасы миллион пайыз қабыл ғой, миллион пайыз жетпейді оған. Қабыл кетті ғой, кетті. Енді Алла оны қалай күтіп алады? Разы болып рахымымен күтіп алады да Абдулла Зүлбейжадайын. Алла, біз бұған разымыз, сен де оны разы болып күтіп алшы деді де, қабірге түсіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жатты дейді ғой қабіріне, ана жігіттің. Ана қара. Енді оны қабіріне істемейді, қыспайды ғой ананы. Өзі 5 адамның қабіріне жатқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, соның біреу осы екен, Абдулла Зүлбейжадайын екен. Сөйтіп тұрды да мәйітті өзінің қолымен жерге қойды дейді қабірге. Абу Бәкір тұр дейді жанында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Әттеген ай, мына дұғаның иесі мен болғанда ғой, мына мәйіттің иесі мен болғанда ғой деп айтады дейді. Ана дұға мен алып кететін едім деп жатыр да. Сөйтсе мына жақта Абдулла ибн Масғуд тұр дейді ғой. Ойбай ай, пәленбай жыл пайғамбарға қызмет жасадың ғой, мына дұғаны мен алғанда ғой деп айтады дейді. Екі қабір қазған кісі бір-бірімен сөйтіп ішіне ойлап тұр екен да жаған. Бірақ екеуіне де Құдайдың құдіреті, екеуі де пайғамбарымыз дүниеде өткеннен кейін қайтыс болады ғой. Просто мына балаға нәсіп болып тұрды. Несімен енді қараңыз, осыншама мәртебе неге беріліп жатыр оған? Білім иесі болғандықтан беріліп жатыр. Білім талап қылушы болғандықтан беріліп жатыр.